Соңғы 24 сағат ішінде Ресейдің Украина аумағына жасаған шабуылдарынан кемінде 8 адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды. Жексенбі күні Украина президенті Владимир Зеленский Харьковқа жасалған дрон шабуылдарынан бір адамның қаза тауып, 9 адамның жараланғанын айтты. Сондай-ақ Запорожье облысында тағы бір адамның көз жұмғанын хабарлады. Оқиға орнына барлық қажетті төтенше жағдай қызметтері жұмырылды, деді Зеленский. Оның айтуынша шабуыл салдарынан тұрғын үйлер де зақымдалған. Украинаның жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, жексенбі күні таңертең Ресей күштері Днепропетровск қаласына шабуыл жасап, қаладағы жалғыз дүкенде өрт шыққан. Ресейдің соңғы шабуылдары Украина дрондарының Ресей аумағындағы маңызды нысандарға жасаған сәтті соққыларынан кейін болып отыр. Бұл шабуылдар Ресей армиясының алға жылжуын баяулатып, жанармай тапшылығын күшейтіп, Ресей президенті Владимир Путинге қысым арттырды. Сенбі күні Украина Ресей бақылауындағы Запорожье облысындағы демалыс орындарына шабуыл жасап, соның салдарынан 12 адам қаза тапқанын Мәскеу тағайындаған жергілікті билік өкілдері мәлімдеді.